Tanrım ses maske kekildi, abroyum anamsın biktidi. Tağırdım bergenini tağamanız, jarım menin bağımды suyup geldi. Arma жолға айықша із қалдырар бұл жағаның менде бір кейіпкері. Өміріңе өкінесің бе? Сәл қиындыққа сүрініп, көз жасыңды көл қыласың ба? Бақытсызбын деп басыңды салбыратасың ба? Көзіңді аш, сен кімсің? Біреу үшін бақыт деген сен үшін түкке тұрмайтын нәрсе, аяғыңмен жер басу емес пе? Құдай қимаған қимыл қозғалысты аңсап, шаршап, құлап, жылап, бірақ тағдыр теперішін қасқая көтеріп, бақыттың бағасы қандай екенін көрсеткен жандар сен үшін үлгі емес пе? Дәл қазір мен Қызылорда облысы Сырдария ауданы Шіркейлі деген ауылда тұрмын. Бұл ауылда қазақтың бір ақын жігіті тұрады. Ол Құдай берген сынаққа төзген, соны сынақты қажырмен жеңген, Алла берген талантын қазаққа танытып жүрген, және жақында жар сүйген, және сол жарынан 2 бала сүйген Нұрмұхамед Әбілқасымовтың ауылына келдік. Бүгін біз Нұрмұхамедтің үйіне қонақта боламыз. жылы 19 декабрь күні дүниеге келді. Тап сол күні далада аппақ боп, азанда далаға шықсақ қар жауыпты. Қар жоқ тұғын жерде, жер қап-қара тұғын, соған дейін. Сонымен ол бұл баланы мен үйде босандым. Радонға бір себептермен әйтеуір үйде адам болмай қалды ма, бара алмадым. Содан нормально бәрі туды, топ-толы, кәдімгі айдай бала. Бірақ енді сол 8 айға келген кездері мен байқадым. Ойыншық ұстатсақ қолына ұстамайды, бірдеңені отырмайды. Енді бұған не болды деп қалаға ол больницаға детскийге апарып тексерттік. Сөйтсек олар көрді де врачтар айтты, апа бұл болмайды. Емі де жоқ деді. ДЦП двухсторонний деп сөйтіп өздері диагнозын қойып, жылап еңіреп қайттық. Бірақ баланың ойы, ойлауы бәрі сау бала, ешқандай оның белгі жоқ ауруынан. Сонымен келдік, әдепкі кезде онша доктор білмейді деп докторға сенімсіздік білдірдік. Артынан келе жаңа отырмағаны, жүре алмағаны уже көзге көріне бастады. Сосын Алматыға докторға бардық. Алматыда Қызылордаға қойған диагнозын қойды. Одан кейін бір профессормен сөйлесіп Москвада, ол кезде союздың кезі ғой, Москваға алып бардық. Осы 80 жылы. Сөйтіп жаңағы профессорге апарып көрсеттік. Сосын ол да көріп, ол да сол диагнозды айтты. Сосын айтты, апа балаңыздың не болғанын қалайсыз деді. Мен айттым, ең болмаса отырып, қолына ұстап, тамақ жей алатын болса деймін. Енді жүрмегенменен жүре алмайды деп айтып тұр. Ем жоқ деп айтып тұр. Бірақ ем дейді, мида қимылды басқаратын нерв өліп қалған дейді. Сигнал бермей тұр дейді, мида дейді баста. Біз операцияны жасаймыз, бірақ осы жағдайына да жете алмай қалуы мүмкін, жақсы болып кетуі де мүмкін деді. Сонымен қой енді онда мынадан төмендеп қалса не қыламыз енді? Ол кезде бәрін біледі, айтады, тілі шықты, сайрап жатыр. Сосын қимадық. Алланың сынағы көп екен. Ауыры ата-анаға берілген сынақ шығар бәлкім. Балаң сал дегенді есту, қандай анаға да ауыр екені анық. 9 ай, 9 күн көтерген перзентінің бейнетіне көну немесе көз көрмес, құлақ естімес жерге өткізу, ол анаға берілген таңдау. Ана мен әке бауыр еті баласын Нұрмұхамедін мемлекеттік күтім мекемесіне өткізуге қимады. Кейбіреулер айтты, сіз мына баланы бейнеті қайтесіз өзіңізге. Пәлен жерге апарсаңыз, мына балдарды қабылдайды, соған өткізіңіз деді. Енді бұл сізге өмір бақи. Жаңағы бейнет қой, енді бейнет болады деп. Сосын жоқ, іс жаққа тапсырмаймын дедім. Өзім өлгенше осы баланың есінде болам, әрі қарай тағы көрер.
сөйтіп сол доктордан тындық. Бала Нұрмұхаммед осылайша иманды ана мен терең ойлы әкенің жан жылуын сезініп өсіп жатты. Ешкім бетінен қақпады, мектепке бара алмады. Алайда оның сауат ашып, қатарынан кем қалмауына іні қарындастары өлшеусіз еңбек қылды. Мен енді қай биікке шықсам да, қандай қамалды алсам да, менің қасымда жұлдыз деген қарындасым жүреді. Ол менің басты қолдаушым, басты қамқоршым. Алла маған жұлдызды пештегіп жіберген сияқты. Сонымен өзі отбасымыз, балдарымыз оқуға барып келеді. Қабырғаға кішкентай есікке, бір ағашты іліп қойып тақтағып, жазып үйретеді. Әрі үйренді үйде жатып. Есеп шығарды. 6 жасында өзінің жазған өлеңі бар. 200 елдің астанасын жатқа білем деп. 6 жасында үйге біреулер келеді ғой қонаққа. Әшейін сұрайды. Жаңағы Брежнев қайтыс болып, Андропов болды. Андроповтың патша болғанын айтады, бір заң күшейді ғой сол кездері. Брежневтің өлгенін айтады. Сөйтіп жаңа әр астананың атын любой жерден 200-ді қазір қойсаң, қазір тоқтамайды айтып береді оны. Сол миында жатталып қалған ғой. Сосын өзінің жазған өлеңдері бар. Дәрінің, ненің 10 ішсемде бір өзіме ем болатын бір жол болса, не де болса соған барар едім. Мен болмаса бір көп күн емес, жарты сағат түрегеліп өз аяғымнан тұрсам деп армандап жазатын өлеңдері де бар. Сосын тағы бір өлеңі бар. Зерлеп шауып келемін, тағдыр салған тұсаумен. Айтқан сөзіне менің жүрегім ауырады. Әр өлеңі маған ауыр тиеді өте. Бірақ тыңдамаған адам болса кейде күліп отыра беремін. Жер басып жүруді жазбаса да, зерек зерде салқын ақыл берді Нұрмұхаммедке. Ақындық қасиетте бойында бар екені көріне бастады. Алайда шабыттанып төгілген шумақты тізбектей салар қол жоқ. Қайсар мінезді ақын жігіт бұғанда қайтпады. Тісіне таяқ тістеп, ұялы телефонға өлең тіркестерін тере бастады. Дымпәс дене ғана, рух сау, сана сергек, жан жалғыз, асау ақыл дәрменсіздік түрмесіне түскісі келмейді. Тістеніп отырып өккен өлеңдері қос кітап болып жарыққа шықты. Тағдырымның жанары және таш сарған. Қате естімедіңіз? Я, 2 кітап, онымен тынбады. Халықаралық шабыт фестиваліне қатысты. Айтулы ақындармен қаталмасты. Ол мықты шахматшы. 2012 жылы шахматтан өткен облыстық чемпионатта жеңімпаз болды. Республикалық самғау сыйлығын жеңіп алды. Қазір Қорқыт Ататындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің журналистика бөлімінде оқиды. Мемлекеттік грант негізінде. Айтпақша, Нұрмұхаммед шаруаға да пысық. Жылқылары мен тауықтары бар. Оларды қалай бағып қағуды Нұрмұхаммедтен артық білетін адам жоқ бұл үйде. Аузына ағаш салып, оны бірінші осы драма театрдың әртістері қолдап 2012 жылы шықты деймін, бірінші өлеңі. Содан кейін сол адамдармен қатысты, өзі бір түйір жатпады, тыным таппады. Анаяққа барды, мынаяққа барды. Сонымен жаңағы жарыстар шықты ұйымдасқан. Сол жарыстарға барды. Ол барған жарыстың бәрінде бірінші орын алып келеді, сыйлық алып келеді, сертификат алып келеді. Оған мәз. Сөйтіп өзі енді алдына мақсат қойып, мен қайтсем де осы өмірден өзімнің үлесімді алып кетем. Бүйтіп мен төсекке таңылып жатпаймын деп. Тағдырға жығылып сынып жатпадым. Бақытымды тақмаша тыным таппадым. Махаббетті елінің жоғы жоқтайтын қылышыма ақиқаттың қынын қаттадым. Жан сырымды ұғатын жандар болмаса, көңіліне кіре басқан мұңы шақпадым. Бір жағаға айтатын уәжімде қалмас, көз алдында ойнақылдақ құлыншақтар.
үйленем деген сөзді бұл 25-тен кейін айтты. Әйтпесе мен жастау кезінде үйлендіріп, өзім де жаспын, жұмыс істеймін. Әйтеуір қарама жанымда пәле 20-40 жылдай бухгалтер болдым совхозда да. Әйтеуір күні нашар, күн көре алмай жүрген келіншектер, қыздар келеді ғой кәдімгідей алдыма кәдімгідей жұмыс. Соларға әйгің болмаса маған бір бала туып бер десем, олар қалай болса солай келіседі. Бірақ ол кезде бұл үйленеді, бұл балалы болу керек деген ой маған келмепті. Сонымен әйтеуір осы Айгерімге үйленердің алдында да бір шахматқа жарысқа барып, осы қыздарды көрген. Осыдан 4 жыл бұрын Нұрмұхамед айдай ару Айгерімді қолына қондырды. Бұл қарапайым адами өлшем тұрғысынан алғанда ерлік еді. Арбаға таңылған адамға жар болу деген шынында үлкен сынаққа қадам басу ғой. Бірақ бұл сіздің ойыңыз. Мына қоғамда денесі бүтін, іші түтін, яғни рухани мүгедектер қаншама? Ал оның қасында ақылы асқан, қиялы жүйрік, ойы озық азаматтың жары болу ерлік қана емес, жанның қалауы. Бұл мүмкіндігі шексіз махаббат. Екеуі Қызылорда қаласындағы шахматтан өткен жарыста танысқан. Өзім ұнаттым, жақсы көрдім. Біреу мені зорлауға келген жоқ, қинауға келген жоқ, главный. Алла тағала қосты деймін, главный. Ең бірінші Алла тағала екеумізді қосып, осындай жар қылып, екеумізді махаббат қылып, бірінші Алла бәрін сөйтіп бүйтіп жемен Алла тағала бар сынақтан өткізді. Екеуміз өттік, ол папам мамамыз да өтті, қаншама өздеріміз төртеуміз. Сөйтсем Айгерім айтты, ресторанға нәрсеге бармай-ақ бірден үйге барайық депті. Айгерім айтыпты. Сосын үйге келді. Үйге келгесін қарадым, әп-әдемі қыз, тұла бойында ешқандай мін жоқ. Сосын Айгерімге айттым, сен қиын жұмыс бастап тұрсың дедім. Біз ата-анаңа барып айт мамаңа. Қолдан ал десе барып қолдан алайық. Жоқ, қолдан алуға мүмкіндігіміз келмейді десек, алып келейік барып өзіміз деп. Сонымен кетіп баратқан кезде айттым, мойнынан құшақтап сыбырлап. Мама, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады деді. Соған шамалы ішім жылып қалды енді. Сонымен кетті, енді кеткеннен кейін бұл бала дамыл таба ма? Телефон деген дамыл жоқ. Айгерім де звондап тұр, бұл да звондап тұр. Айгерім осы шаңырақтың табалдырығынан құт болып аттапты. Ол бір емес, 2 перзентті осы жылы өмірге әкелді. Тоқтаңыз, Айгерім бе? Жоқ. Кім? Гүлзада Досбергеновадай ана мен Қанаттай әкенің көз жасы болар бәлкім. Таңдау болған кезде баланы бейнет қылмай мүгедектер үйіне апарып тастамаған осы 2 ғажап та нағыз адамдардың баташы шығар бәлкім. Алланың оларға берген сыйы осы қуаныш қой. Нұрмұхамедтің бір күлкісі үшін шырылдаған торғай жүрек ата-ана бәрін құрбан етті. Жастығын, күш қуатын, бүкіл ғұмырын өтеуі осы қуаныш емес пе? Өмірге келгеннен кейін жігіттің мақсаты қай жігіттің басын артында ұрпақ қалдыру, артында із қалдыру. Сол енді мен енді 40-қа келсемде жұрт айтты, Нұрмұхамед өзінің ізін шумағымен қалдырады деді. Бірақ мен оған көнбедім. Ержеттің нақты ізі артында өзінің жағы қалу. Басыма түскен жүкті көтердім ғой, енді көтермеске амалым жоқ қой, мен көтермесем кім көтереді? Мен өзім әдемі көйлек іздеп, әдемі тамақ іздеп, осы баланың жағдайын жасамасам, бұған жетер ме, жетпес пе? Мен жатқанша жатқызып кетіп, бұл не айтса, соны мен орындаттым. Өзім де орындадым, балдарым да жаңағы түгел. Осының айтқанын орындап барып, басқа жұмыстарын істейді. Ұлым да, қызым да. Өзі осындай болып отырып, біреулерге жаны ашиды. Мына көшенің басында бір нашарлау тұратын семья бар, күйеуі қайтыс болған. Айт сайын, не сайын соған қолына түскен тең тебенін, мал сойса жаңа етін, мама сол үйге апарып берейін деп сол үйге беріп жібереді. Көптен күткен қуаныш күмән мен қиындықтарды жеңіп кетті. Нағыз жар Айгерім адал жарына қос перзентін сыйлады. Ұлының атын Қалқаман, қызының атын Қарақат қойды. Қазаққа танымал ақын Қалқаман Сари мен әнші Қарақат Әбелденедай болсын дегені. Нығметі шексіз екенін
өзім көрдім, жұртқа да көрсеттім десем болады. Аллаға шүкір, осы 2019 жылы Қалқаман мен Қарақаттың кішкентайлардың әкесі болып отырмын. Аллаға сансыз шүкір деймін. Осындай жасқа келіп, осындай қиындық беріп, осындай қиындыққа қарымта маған бақыт дегенде мен Аллаға сансыз шүкір қыламын. Бұндай бақытты басынан кешкенде де бар, кешпей жүргенде де бар. Иә, Аллаға шүкір, бізде бәрі жақсы, кішкентайлар да жақсы. Әжесі, атасы бәрі жақтан қарап жатырмыз. Бәрі жабылып. Осы 4 жылдан бері осындай күшті жаңалыққа, осы жақсы жаңалыққа жеттік, Аллаға шүкір. Адам негізінен өзінің өмірге келгеннен кейін жалпы беделі, оның тәрбиелі ұрпақ ұл қызымен өтенеді деп ойлаймын. Өмірде бәрін көріп жатырмыз. Сондықтан да мен жалпы еліме, халқыма ризамын. Мына балам, Нұрмұхамед балам өзінше бір төбе, қалған 5 балам бір төбе. Біздің атымызды елдің атын шығарып жатыр, Қазақстанға шығарып жатыр. Нұрмұхамед досымның ауылында 1-2 сағат қана болдық. Қуандық, қиындықтан қашпаған, туған перзентін тастамаған Қанатбек аға мен Гүлзада анаға басымды иіп қайттым. Енді Қарақат пен Қалқаман да әлемдегі ең мейірімді, ең иманды, ең шыдамды атасы мен әжесіндей бола ма екен? Болсын деп тілеймін, оған сенемін. Ал адамның мүмкіндігі шектеулі болғанымен, махаббаттың мүмкіндігі шектеусіз екенін көрсеткен Нұрмұхамед пен Әйгерімге осы Қанатбек аға мен Гүлзада ананың сабырлылығы серік болса деп тіледім. Оларда ол бар, олардың қанында бар.